Талап қыл артық білуге, артық кітап, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге. Бұл Дулат Исабековтің Дермене кітабының мұқабасында жазылған сөздер. Бұдан бұлай осындай кітаптардың құны артып, жазушыға деген құрмет күшейеді. Бүгін ұлттық кітап күні. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды осы айтулы күнмен құттықтады. Былтыр Атырауда өткен ұлттық құрылтайда президент ұлттық кітап күнін белгілеуді тапсырған. Соған сәйкес биылдан бастап 23 сәуір ұлттық кітап күні болып белгіленді. Бұл білімпаздық, кітап құмарлық сияқты игі қасиеттерді дәріптейтін сәт. Республика аумағында осы құндылықты қалыптастыруға негізделген түрлі шара өтті. Мысалы, ұлттық кітап байқауы ұйымдастырылып, әр өңірде оқырманға кітап көрмесі ұсынылды. Ендеше сіз соңғы рет кітапты қашан қолыңызға алдыңыз? Жалпы кітап оқисыз ба? Халық пікіріне құлақ түрейік. Кітап оқу керек. Енді барлық білімнің бәрі кітапта ғой. Видеодан, неден, Google'дан қарағанда кітапты өзіңіз қолға алып оққан дұрыс деп ойлаймын. Аға буын кітаппен өскендерміз, бақытты боламыз деп өскенде біз жас жеткіншек дәл біздей оқып өссе кем болмайды ешкімнен ешпендеміз.